Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін мен кешкі асқа осындай асқабақтан манты жасадым. Жасап көріңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей осындай асқабақтан жасадым. Осы бір асқабақ жеткілікті болды. Қазір асқабақ күз мезгілі болғаннан кейін асқабақтың уақыты десем болады. Асқабақта өте көптеген дәрумендер бар. Білесіздер, уақытылы жеп тұрыңыздар. Асқабақтан тамақ істеп тұрғандарыңыз дұрыс, өздеріңізге де балдарыңызға да. Сол себепті бүгін осындай асқабақтан тағам жасағым келді. Манты жасайым деп шештім. Ең алдымен осылай асқабағымды жақсылап жуып, тазалап, қабығына аршып алдым. Және де керекті мен тек қана асқабақ пен пияздан жасадым. Егерден тартылған ет қосқыларыңыз келсе, қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Мінекей осылай асқабағымды жақсылап турап, майдалап турадым. Асқабақ және артынан пиязымды да майдалап турадым. Мінекей дайын турап қойған салмамыздың татымына қарай тұз бен бұрышты салып араластырып алыңыздар жақсылап. Мінекей енді бізде қамырды мен елеп қойған болатындығым. Қамырым жай қарапайым тұз бен суға еледім. Менде каналда Гүлханым тағамдары бар. Сол тағамдарда көрсеткем. Жай ғана тұз бен суға елегем. Егерде суға салатын қамырларым болса, оған міндетті түрде жұмыртқа қосатын боламын. Енді қараңыздар, осы екі зуалаға бөліп, екі зуаламды июін қайтарып қойдым. Тағы да бір 20 минут уақыт өткен кезде тағы бір июін қайтарып алыңыздар. Сосын араға жарты сағат уақыт салып жайсаңыздар болады. Жаяр кезде тағы айта кететін, ешқандай июін қайтарудың қажет жоқ. Ию қайнап тұрған қамырды сыра жайып кете беріңіздер. Жайғанға ыңғайлы болады. Енді қамырымызды жаямыз. Мейлінше жұқа қылып жаясыздар. Мантыларымды осылай түйіп тастадым. Және де манты қазандың астын майлап, және де мантыларымның барлығын үстін майлап шығамын. Білесіздер, мантыларымыз шамалы қатты болмау үшін осылай майлап қоямыз. Жан-жақтарын бәрі майлаймыз, бір-біріне жабыспау үшін. Дайын болған мантыларымызды отқа қоямыз, және де 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осы арада піскенге дейін мен де подлив дайындадым. Подливім пияз және сәбізден татымына қарай тұз бен бұрышты салдым. Енді бізде мантымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.